Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жеңіл 40 қабаттан жасалған салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен 1 кг 40 қабатты алып, осылай ірілеу 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Барлығын турап болғаннан 40 қабаттарды осылай бөліктерден бір-бірінен ажыратамыз. Кейіннен сәбізді осы корей салатының дайындалатын арнайы үкіштен өткізіп 40 қабатпен бірге біріктіреміз. Оның үстіне 2 шай қасық тұзды салып, барлығын араластырамыз. Үлкен күштің көмегі қажет болады. Бар күшімізбен 40 қабатпен сәбізді бірге араластыра отырып, бір-біріне біріктіреміз. Одан соң бетін жауып, 1 жарты сағатқа қалдырамыз. Сол аралықта болгар бұрышын алып, оны да кішкене ұзыншаларға бөліп дайындап аламыз. Одан соң 200 грамм қиярды да осылай бөліктерге бөліп, оны да турап дайындап аламыз. Міне жарты сағат өткеннен кейін жұмсарады. 40 қабатымызды сәбізімізді жұмсарады. Одан соң оның үстіне туралған қияр мен болгар бұрышын салып, барлығын араластырамыз. Одан соң 25 грамм сарымсақты алып, ұсақтап турап, оны да жаңағы дайындап алған салаттың үстіне қосамыз. Одан соң үстіне 2 шай қасық қантты, 1 шай қасық қара бұрышты, одан соң кориандр 1 шай қасық, ашық қызыл бұрыштан 1 шай қасық және әдемі түс беру үшін куркуманы салып, күнбағыс майын құйып, сірке су эссенциясы, яғни уксусты салып 70%-ық барлығын жақсылап араластырамыз. Араласып болған соң бетін жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа қалдырамыз. Одан соң ұсақтап туралған аскөкті салып, тағы да 1 рет араластырамыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Жаздың жеңіл, өте дәмді салаттардың бірі. Кез келген тағаммен қойсаңыз болады. Ас болсын.